Бананның және бананның қабығының пайдасы мен зияны. Бананның туған жері оңтүстік-шығыс Азия. Мұнда банан біздің эрамызға дейінгі 11 ғасырдан бері пайда болған. Оларды жеп, ұн жасап, нан әзірлеген. Бананның биіктігі 9 метрге жететін шөптесін өсімдік. Көп адамдар ойлағандай пальма емес. Піскен жемістер жартайға ұқсайтын сары, ұзартылған және цилиндр тәрізді. Тығыз терімен жабылған сәл майлы құрылымды. Америка бананның екінші отаны болып саналады. Онда діни қызметкер Томас де Берланка көп жылдар бұрын алғаш рет осы дақылдың қашуын әкелді. Калифорнияда тіпті банан мұражайы бар. Онда 17 мыңнан астам экспонаттар бар. Металдардан, керамикадан, пластмассадан және тағы басқа. Мұражай бір жеміске арналған әлемдегі ең үлкен коллекция номинациясында Гиннестің рекордтар кітабына енді. Банан дәмді ғана емес, сонымен қатар балалар мен ересектерге арналған пайдалы тағам. Оның целлюлозасында денеге пайдалы әсер ететін көптеген пайдалы микроэлементтер бар. В1, В2, В6 дәрумендерінің тобы, С және РР дәрумендері адамның жігерлі және тиімді болуы үшін денені қоректендіруге жауапты. Бета-каротин, кальций, калий, темір, фтор, фосфор бүкіл ағзаның жұмысына әсер етеді. Олар жаман холестерин деңгейін төмендетеді, асқазан, ішек жолдары мен жүрек жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Банан стресс, маусымдық депрессия және жаман көңіл күймен күресуде тамаша көмекші. Биогенді аминдер серотонин, тирамин және дофамин орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Олар жүйке күнінен немесе бұзылудан кейін тыныштандыруға көмектеседі. Бананның зиянын айта кететін болсақ, банандар баяу сіңеді. Сондықтан артық салмағы бар адамдар оларды теріс пайдаланбауы керек. Сондай-ақ оларды тікелей түскі немесе кешкі ас алдында жеу ұсынылмайды. Ауырлық пен ісіну сезімі болуы мүмкін. Жеміс тағамдарынан кейін бірден аш қарынға су, шырын немесе банан жеуге болмайды. Ең жақсы нұсқа бананды тамақтан кейін, 1 сағаттан кейін түскі ас немесе түскі ас ретінде жеу. Банандарды қан ұйығыштары немесе қан тамырлары проблемалары бар адамдар алып кетпеуі керек. Өйткені олар қанды қоюландырады және оның тұтқырлығын арттырады. Бұл тамырлар мен артериялардың тромбозын тудыруы мүмкін. Осы негізде ерлердегі банандар потенциалға байланысты проблемаларды тудыруы мүмкін. Өйткені олар пенистің кавернозды денесінде қан ағымын бәсеңдетеді. Банан қабығының пайдасын айта кететін болсақ, банан қабығы бананның өзіндей болмаса да көп қажетке жарайтын пайдалы жақтары көп. Сол себепті оны қоқысқа тастамас бұрын нендей мақсатта пайдалануға болатынын біліп алыңыз. Аяқ киімге таптырмас крем. Аяқ киіміңізді банан қабығымен ысқылап, артынан құрғақ шүберекпен сүртіп тастасаңыз, аяқ киіміңіз ине жіптен енді шыққандай жалтырап шыға келеді. Теріңізді күтуге таптырмас құрал. Банан қабығы терісі құрғақ және секпілі бар адамдарға да пайдалы. Күніне 2 рет банан қабығымен сүртіп отырса, нәтижесі көп күттірмейді. Өсімдіктерге таптырмас тыңайтқыш. Банан қабығын жеміс көшетін отырған кезде пайдалануға болады. Көшет отырғызылатын топыраққа тастаңыз. Банан сірке суы. Банан қабығынан әдетте қышқыл әрі ащы болып келетін сірке суынан дәмі өзгешеленіп тұратын, яғни тәтті сірке суын алуға болады. Оны салатқа қосуға болады және су мен шайдың хош иісін арттыру үшін пайдалануға болады. Банан қабығымен етті маринаттау. Етті қуырған кезде оған банан қабығын араластырса, етіңіз жұмсақ әрі дәмі тіл үйіретін тағам болып шығады. Тісті ағартуға таптырмас құрал. Тісті ағарту үшін банан қабығының ішкі жағымен тісті сықылау керек. Қышыған жерді басады. Маса немесе бүрге шаққан жеріңіз қатты қышып қоймаса, банан қабығымен ысқыласаңыз қояды. Тікен кірген жерге банан қабығын қойсаңыз, тікен терінің үстіңгі жағына қарай тартылады, артынан суырып тастайсыз. Күйеге қарсы құрал.
Киімнің жауы болып табылатын күйеден құтылғыңыз келсе, банан қабығын қойсаңыз жеткілікті. Өйткені банан қабығы күйені өзіне тартып алады. Бөртпе, ұшық, безеуге қарсы құрал. Бетіңізде көркіңізге көлеңке түсіретін безеу, бөртпе пайда болса, банан қабығымен сүртіңіз. Алайда онымен артынан бетіңізді тұтас сүртіп жүрмеңіз. Нәтижесі көп күттірмейді.